İlyas Жансүгіров атындағы нөмір 37 орта мектебінің 4 сынып оқушысы Өлбек Дияр. Абайдың 7-ші қара сөзі. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбенен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса тән жанға қонақ үй бола алмайды. Біреуі білсем екен демекілік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса да, оған қызығып, аузына салып, бетіне басып, дәмін татып, қарап тамағына, бетіне басып қарап, сырнай, керней болса да, даусына ұмтылып. Одан ержеттің кірегенде ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйтеді деп, бұл неге бүйтеді деп, көзі көргеннің, құлағы естігеннің бәрін сұрап тыныштық таппайды. Мұның бәрі жан құмары, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген.